онлайн мектепке кіргеннен кейін сіздер расписание деген болады. Расписаниеға мысалы редактировать деп баса саласыздар. Мысалы бұл оны ма добавить урок дейсіз. Мысалы өзіңіз сабағыңызды осы жерге құрасыз. Мысалы сабағыңызды аласыз, предметіңізді таңдайсыз, пәніңізді қазақша қадамға қойып алып, сосын тек жай сабақ па, сор ма, соч па, или простой урок, или білім ленттегі урокты алуға болады. Дайын уроктар мыналардың іштерінде бар. Мысалы бүгінгі тақырыпқа арналған бірінші сабақ десеңіз, осыны басуларыңызға болады. Мысалы, осыны бассаңыздар, сіздерде мынандай сабақ шығады. Осы сабақты мысалы басып, тапсырмаларыңызды көрсетіп, оқушыларға түсіндіріп, жаңа тақырыпты түсіндірулеріңізге болады. Осының ішінде видеолар болады, тапсырмалар бар мінекей. Оқушылармен онлайн түрде жасауларыңызға болады. Осы тапсырмаларды үйде орындау үшін оқушыларға жаңа сабақты түсіндіресіздер ғой. Жаңағы сабақты түсіндіріп болғаннан кейін оқушыларға айтулары болады. Үйде мына тапсырмаларды орындаңыздар деп. Сосын барып мониторинг арқылы көрулеріңізге болады. Қанша бала қанша тапсырғандығын. Яғни осы сілтемені сіздер оқушыларыңызға жіберулеріңізге болады. Оқушылар ойын парольдері бар. Осымен копировать етіп, осы сілтемені жіберулеріңізге болады оқушылар. Кез келген мұғалім, яғни кіретті сабағын алады. Мысалы, ертең десеңіз, ертең бүгінгі күнге қойсаңыз, бүгінгі күнге мысалы тағы бір сабақты добавить етті. Ертең новый күнге қойыңыз десе, добавить урок дейсіз де, өзіңіздің пәніңізді таңдайсыз. Мысалы үшін сыныпты таңдайсыз. Осы жерден сіз өз пәніңізді таңдап алуыңызға болады. Немесе басқа пәнге ауыстыруға да болады. Қате қойып қойсаңыз, ауыстырып қоюларыңызға болады. Барлық сынып сағаттарынан барлығы бар. Мысалы өзіңізге керек сағатты таңдайсыз. Өшіріп те жазуларыңызға болады. Мына жерде мысалы информатика десе, осыны алсам, содан не барып тек урокқа мысалы білім. Осының ішіне мысалы қазіргі тақырыбыңызды аласыз, сол сабақты басасыз, сақтайсыз. Сонда міне сіздер осындай шарт. Сосын керекті сабаққа басып, керек сабақ өту дегенді басасыз да, осы жерде сабағыңызды түсіндіресіз. Мысалы мына графиктерді қалай салу, соны толық түсіндіріп боласыз. Одан кейін барып, мына жерден тапсырмаларды орындатуларыңызға болады. Мына тапсырмаларды немесе жауаптарын айтып түсіндірулеріңізге де болады. Сабақты қорытындылайсыз, мысалы айтып басып, сабақта не жазып отырдыңыз. Сосын осы сілтемені, осы бүгінгі сабақтың сілтемесін жаңағы расписаниеде тұр ғой, сіздерде. Осы сілтемені осы ашасыздар ғой, мен сабақтарыңызды аштық қой, түсіндіріп болғаннан кейін мына сілтемесін көшіріп оқушыларға жіберсеңіздер болады. Оқушыларыңыз тапсырады. Сөйтіп мониторингтен көресіз, қандай оқушы қанша тапсырған, қанша балл алғандығын көре аласыз.